Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Келе жатқан Рамазан айы барлықтарыңызға құтты болсын. Бүгін сіздерге айтып бермекші болған хикаямыз ифтарлық туралы болады. Яғни сол оразаны аузын ашу туралы. Бұл видеоролик арқылы сіз өзіңізге өте қажетті болған мәліметтерді аласыз. Егер сіз ораза тұтпақшы болсаңыз, бұл мәліметтер сізге өте қажетті. Әрине, видеороликті соңына дейін көріңіз, және де видео астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сіздерден Алла разы болсын. Бұл мәліметтерді естігеніңізден соң, бұларды достарыңызға телеграм арқылы жіберіп қойыңыз. Пайғамбарымыз айтады: егер сіздер ауыздарыңызды ашатын болсаңыздар, оны құрмамен ашыңыздар. Әрине, ол береке. Егер құрманы таба алмасаңыз, аузыңызды сумен ашыңыз. Өйткені ол пәктеуші. Нәби саллаллах айтқан әрбір істерінде даналық және пайда бар. Ауыз ашарда ауызды құрмамен ашу да өте көп даналықты өз ішіне алады. Әсіресе медициналық жақтан. Ауыз ашар уақытында адамның қарны аш қалып тұрған болады. Егер ауыз ашар кезінде бірінші болып құрма асқазанға түссе, біздің миымызға тоқтақ сигналы жіберіледі. Нәтижеде әлсіз болып тұрған асқазанға тез әзім болушы құрма түсіп, адамға тойымдылық сезімін тудырады. Витамин А, Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, витамин Д, кальций, марганец, рух, натрий, марганец сияқты комплекс витаминдерді өзінде сақтайды. Құрмада калийдің көп болғандығы нәтижесінде адам оны жегенде адамның жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Аштықтың соңғы сағаттарында қандағы глюкоза көбейеді. Нәтижеде әлсіздік, диққатты бір жерге жинай алмау сияқтылар адамда болады. Құрма болса, адамның қанындағы глюкозаны нормаға салады. Шексіз энергия көзі болып саналып, адамды күн бойы шаршатпайды. Құрамында өте көп пайдалы элементтер, витаминдер болғандықтан адамдағы рак ауруының алдын алады. Оның құрамында глюкоза, сахароза сияқтылар көп болса да, бірақ адам қанындағы глюкозаны нормада ұстап тұрады. Бір күнде 4 құрманы жеу айтылады. Артықшасы көптік қылады. Өкпенің істеуін де жақсартады. Анемия және гипертония да өте пайдалы. Иммунитетті көтереді. Жүректің істеу қабілеттілігін асырады. Құрманың бір данасында 23 килокалория энергия бар. Азуды қалайтындар шырындық есебінде құрманы жесе болады. Емізікті аналар үшін бұл ең пайдалы тағам болып саналады. Стрессті азайтырады. Осы және осыған ұқсас пайдалы қасиеттері бар құрма барлық адам үшін өте пайдалы. Сахарлық және ифтарлық дастарханымыздан әрқашан құрма таусылмасын.